Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бұл келесі сабақ диверсификацияға көңіл бөлдік. Диверсификация дегеніміз не? Әртараптандыру, яғни өзіңіздің портфеліңізді әртараптандыру арқылы кірісті жоғарылату және рискті төмендету. Тәуекелді. Орысшасын, қазақшасын ұмытып қала беремін. Орысша көп оқығаннан кейін енді орысшаға тіліміз бұрып кете береді. Сондықтан қазір қолдарыңызға қаламдарыңызды алыңыздар, дәптерлеріңізді дайындаңыздар. Оны мен қайталауды ұмытпаймын. Өйткені ол өте маңызды, жазып отыру керек бәрін. Ал кеттік. Диверсификация дегеніміз не? Қазақша әртараптандыру. Бұл инвестициялық портфельдің тәуекелін азайтады және кірістерді төмендетпейді. Әртараптандырудың ең үлкен әсеріне әртүрлі кластардың, салалардың, өңірлердің активтерін инвестициялық портфельге қосу арқылы қол жеткіземіз. Осылайша бір активтің құнының төмендеуін екінші активтің өсуінің құнымен өтейміз. Жалпы қысқасы, негізі бір торбаға барлық жұмыртқаны сақтауға болмайды. Өйткені біреуі бұзылса, қалғандары да дәл солай болуы мүмкін. Сонымен қазір нарықта қатты қолданысқа ие бірнеше портфельдер бар, дайын портфельдері, қалай істеу керек, не істеу керек дегендей. Соның ішіндегі бір ең жақсысын, ең алдыңғы шептегілерді мен сізге ұсынатын боламын. Ол біріншісі ол консервативті портфель. Бұл жерде зейнет жасындағы адамдар көп қолданады бұны. Және де бұны зейнеткерлер портфель деп атайды. Себебі бұл жерде акция жоқ. Облигация 80%, ETF 20%. Облигациялардан ОФЗ және мемлекеттік компаниялар, ETF-тен астындағы мына қысқаша соның атауын жазсаңыз, ETF-тардың шығады. Ол қандай ETF, қандай қор, қай жақтан мысалы, және оған не үшін сену керек деген. Соларды анализ жасай отырып, өзіңіз ары қарап осындай портфель жинап алсаңыз болады. Бұл портфельдің басты мақсаты көбейту емес, сақтап қалу. Яғни ақшаңызды көбейту емес, сақтап қалу. Келесі, ол сбалансированный деп аталады, теңдестірілген. Бұл жерде бізге акция қосылды, және акция 50% орын алады портфельде. Мысалы, облигациялар, ол ОФЗ, мемлекеттік компаниялар, ірі әрі мықты компаниялар болады. Сосын ETF-тан 20% ол жаңағы астында төменде жазып қойғандай, сол нелерді жазсаңыздар, өзі шығады, соны жаңағыдай қарап өзіңіз іріктеп аласыздар. Сонымен акцияларда дивидендтік акцияларды көп алу керек портфельге бұл жерде, және көгілдір фишкалар дейді. Өз-өздерін дәлелдеген мықты компаниялар, яғни ол Amazon, Apple деген сияқты, Microsoft деген сияқты компаниялар. Ол голубые фишки деп аталады. Сонымен мұны негізі мұны қорғаныс күшін күшейте отырып, табысында көргісі келетін азаматтар алу керек. Көбінесе сол 30-40 жасында арасында бұл портфельді көп қолданысқа ие. Кіріс портфелі бұл акциялар, ETF және облигациялар үшеуі тепе-тең портфельді бөліп алады. Облигацияларда енді өсіп келе жатқан компаниялар, мемлекеттік компаниялар, ірі әрі және мықты компаниялар. Ал ETF-тен астында өздеріңіз жазып шығарып аласыздар. Ал акциялардан дивидендтік акциялар, мемлекеттік дивидендтері бар акциялар және өсім акциялары. Яғни екінші эшелондағы акциялар. Екінші эшелондағы акциялар деген негізі акциялар бірнешеге бөлінеді. Бірінші эшелон, мысалы, ең бірінші орында тұрғандар голубые фишки, көгілдір фишкалар, сосын бірінші эшелондағы акция, екінші эшелондағы акция, үшінші эшелондағы акция, және төртінші ол Фокс акциялар. Жаңағы шлак дейді ғой. Олардың бәрі тәуекеліне қарап және кірісіне қарап солай аталады, бөлінеді.
Бұл портфельді қандай азаматтар таңдайды? Жылына 7-10%-ды жеңіл түсіріп отырғысы келетін азаматтар және тәуекел мен кірісі тепе-тең бірдей ұстайтын азаматтар алады. Тәуекелі жоғары портфель бұл криптовалюта кірді бұл жерге, ETF бар, акция, облигация бәрі бар. Мысалы, облигациялардан қоқыс облигациялар да аласыз, ірі әрі мықты компаниялардың облигацияларын қосып аласыз, ETF-тан төмендегілерді жазып ішіне іріктеп аласыздар, және акциялардан өсім акциялары, екінші эшелондағы акциялар, стартап акциялар, IPO мысалы, үшінші эшелондағы акциялар тағы да кіреді, және мен жаңа айтқа кеткендей шлак акциялар, соңғы тәуекелі жоғары, бірақ кірісі жақсы атып кетсе, бұл компаниялар атып кетсе дегенде енді қазір тілде солай айтады, жақсы өсіп кетсе, сенімімізді ақтап жатса, бұлар керемет кіріс кіргізетін акциялар. Сонымен ол криптовалюта, сосын криптовалютада биткоин, сосын қалғанда басқа криптовалюталар ол альткоин деп аталады. Сол альткоиндарды енді өсіп келе жатқан компаниялардың альткоиндарын алуға болады. Және биткоиннан біраз алып қоюға болады. Бірақ биткоинді көп алуға мен қарсымын. Себебі оның бағасы әр уақытта әртүрлі. Және оның бағасы бүгін 30 мың болса, ертең 40 мыңға өсіп кетуі мүмкін, немесе 30 мыңнан 20 мыңға түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан да мен 10 мың долларлап ойнауға өз басым дайын емеспін. Сондықтан да сондай кішкене алып қойсаңыз болады. Өйткені бір биткоинда 100 миллион сатоши бар. Өздеріңіз оны білесіздер. Сол сатошидің ішінде біраз сатошиларды сатып алсаңыздар, портфеліңізге қатты әсер тигізе қоймас деген ойдамын. Бұл портфельді таңдайтын азаматтар мақсаты негізгі кірісті ауқымды түрде табу және тәуекелге бел байлаудан қорықпайтын азаматтар. Портфельді әртараптану кезінде не білу керек? Активтерді әртүрлі сала ғана емес, әртүрлі мемлекеттерге де бөлген дұрыс. Негізі сіз портфель жинап жатқанда Еуропаның, Американың, Қазақстанның, Ресейдің, басқа да мемлекеттердің компанияларын, ETF-тарын, жаңағы криптовалюталарын бәрін солай жинап алғаныңыз дұрыс. Не үшін? Не себеп? Өйткені 1929 жылы ақш-та ұлы депрессия болды. Өздеріңіз білетін шығарсыздар. Сол ұлы депрессияда дейін ақш-тың экономикасы, яғни биржадағы бағасы $31 болған. Депрессия кезінде 4-7-ге түсіп кетті. Қатты құлады. Және оның қалыптасуына, сол 31-ге қайта келуіне 25 жыл уақыт өткен. 25 жыл уақыт деген енді үлкен уақыт. Сондықтан да тек қана ақш қана емес, әр мемлекеттің бағалы қағаздарын, активтерін алған дұрыс. Мен қазіргі таңда ол жаңағы ақш-тың экономикасы $3841 бағаланып тұр. Ол кәдімгі бәріне танымал ақш-тың экономикасы, ол ETF, S&P 500, S&P 500. Ол жерде жаңағы ақш-тың алпауыт 500 компаниясы бірігіп, мысалы сіз сол S&P 500-ден бағалы қағазын сатып алатын болсаңыз, онда сіз ақш-тың экономикасының бір бөлігін сатып алды деген сөз. Міне осылай соңына келдік. Ары қарап слайд жоқ. Басқа айтарым, қосарым диверсификация туралы жоқ. Тағы да сұрақтар осы сабаққа қатысты сұрақтар болып жатса, оны кейін жаза берерсіздер, сұрай берерсіздер. Сонымен бұл сабақ тамам. Барлықтарыңызға рахмет, назар аударғандарыңызға. Оқиық, дамиық. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыз.